шарқ қазақ елі. Мен есімім Абдығаппар Жомарт болады. Қазір Мәскеу қаласындамыз. Мына Мәскеу облысы, Химки қаласы. Гражданин Назарбаев, рахмет саған. Осындай күйге жеткіздің. Қазір гастарбайтермін. Квартира істеп жатырмын. Сенің арқаңда сол гражданин Назарбаев 2009-да ма қашан референдумсыз, халықтың келісімісіз Еуразия дей ма немене таможенный союз деп қосып жібердің. Қарт боламыз, қырамыз, жоямыз деп. Кәні рахатын көріп жатырмыз. Дүкендерінде Қазақстанның бір тауары жоқ. Бір тауары Қазақстанның жоқ. Өткенде бір келіншекпен сөйлесіп қалдым, орыс келіншек, Ресейдегі бір банкта жұмыс істейді. Алматыда болам, постоянно командировкаға дейді. Командировкада Алматыда болады. Бір апта, екі апта, 2-7, 1-7. Килограммдап сендердің конфеттеріңді алып кетемін дейді. Алматинский конфеттер күшті дейді. Бізде пальмовый маслодан істейді, тәтті емес дейді. Конфеттер әшейін. Біреуі жоқ, Рахат, Баян Сұлу, біздің фабрикалардың кондитерский болады. Бір килограмм, бір дүйім таппайсың. Біздің арақ, шарап десе, шылым десе, шылым темекі өндірісі. Бұлар өледі орыстар, біздікі качественный екен. Сапасы жақсы. Біреуі де жоқ. Бұлардың арақ, шарабы, шылымы, Санкт-Петербургский табачный компания. Бізде табачный компаниядан шығады. Бізде бар, біздің дүкен сөрелерде бар. Біздің Петропавлдан шығатын тушенка жоқ. Тушенкалары качественный емес, вообще качество низкий. Бұлардың тушенкалары бізде бар. Вот сен, гражданин Назарбаев, бізге сондай мәжбүрлеп қойдың. Демек, олардың жеңіл өнеркәсіп, тағам өнеркәсіптер біздің келіп жатыр, біздің дүкенге, сөреге түсер, біз оны сатып аламыз. Олар компанияларға біздер доллармен сатып аламыз соны. Доллар демек бұларға кетіп жатыр. Вот сен соны мәжбүрлеп қойдың, гражданин Назарбаев. Жана жағармай айтпай-ақ қойын, саясат отдельно жатқан саясат, солай мәжбүрлеп қойғансың. Кастрюль челленджі. Жетіскеннен кейін отқан жоқ, пәтер ремонттап жатыр. Сондай жағдайға жетті. Бәрісі гражданин Назарбаевтың кесірі. Сен өліп қалып деп жатыр. Сен өлмейсің, керексің бізге, тірідей керексің. Сен көп нәрсеге жауап беруің керек. Ертең қызыңды дуриганы қоймақшысың. Наларға сеніп отырсың, Путинге. Бұларға сенбе. Бұлар сами на птичьих правах. Халық оянып келатыр, крепостной халық, орыстар оянып келе жатыр. Но нельзя, кажется, деп. Бұлар оянып келе, бір күнде қопарып жібереді бұларды. Сен бұларға сенбе. Сен биліктен кет. Сен елбасы емессің, сен гражданин Назарбаевсың. Бізді осындай жағдайға жеткізіп қойған мынандай. Алматыға барсаң көшеде көресің. Челлендж жасап, кастрюль челлендж. Менің кастрюль жоқ, сковородка сатып алдым. Китайский. 5000 теңге тұр, 1000 рубльге сатып алдым. Сол, гражданин Назарбаев, сенің таможенный союзыңның рахатын көріп жатырмыз. Ол әділетсіз союз. Неге олардың заты біздің сөреде болу керек, біздің зат тауарлардың бұлардың сөресінде болмау керек. Нечестная игра. Біздің көп нәрсе качествосы жақсы. Олар кіргізбейді, кіргізсе бұлардың заттары өтпей қалады сөреден. Сондықтан кіргізбейді, мәжбүрлеп қойған. Сен, гражданин Назарбаев, бізді Қытайға залогқа салып қойдың да, мына Кремльді өзің крыша істеп алып ойнатып отырсың. Қытаймен мынаны қорқытып, ойбай, моновекторный политика деп бар десе қуыршысың ғой, Абылай ханның саясатын жүргізіп отырсың. Ол дұрыс емес сен. Ол союзда құлайды, сен де құлайын деп келе жатсың. Так что, гражданин Назарбаев, сен көп нәрсені
Қазір уақытым бар, сондықтан билікті халыққа бер, жастарға. Пока возможность бар кезде. Сосын құрметті қазақ елі, мен сендерге бір жұмбақ деп бір қызық әңгіме айтайын. Жер мәселесі туралы. Ол жер сатылмайды ол. Гражданин Назарбаев ақымақ емес, ол жер сатып жүретін. Ол анау 15 жылдан бері ойланып болған политтехнология. Жер сатамыз деп. Біледі ол, қазақ ол гражданин Назарбаев. Қазаққа жер деген, жерден артық ештеңе жоқ қазаққа. Жер десе өледі. Жанын береді жер десе. Ол соны біледі. Ол соны о баста дайындап қойған. Мораторий деп 21-ге әкеп қойды. Бұның бәрі расчет. Ертең бәрін ойлаған. 18 жыл өтеді, 19 өтеді, 19-да мен билікке келем. Бәрі расчет. Бұл мықты саясаткер гражданин Назарбаев. Біліп қойыңыз. Вообще расчет мықты істейді. 19-да мен биліктен кетемін, Тоқаев мебелді қойып қоямын, кейін қызымды дайындаймын, қызымды сенаторлық қойып қоямын, бәрі расчет. 21-де мораторий. Мына осы жылы 20 шешіледі. Депутат тұрақтар, ойбай, жер деген сатылмасын, бір ура деп шығады. Кім жаңа? Бүгін что-то Фейсбукта оқып қалдым. Мұхтар Тайжан, жаңағы кім ақымақ бар анау, кім жүрген. Мамай, жер сатылмасын, анау, қазақты бір депутат шығады. Бұл сатылмайды жер, Дариға шығады. Жер неге сатылады? Жер қазақтікі ешқашан сатылмайды, арендаға берілмейді. Дейді да, қол қойып жүріп, халықты парды басу. Сосын қазақ дейді да басылып қалады. Кейін соның махинация, соны жауып, бұл қызын өткізіп жіберу президенттікке. Алданбай, аңқау болмай. 30 жыл аңқау болдық, жетеді ғой. Мына Ресейде Қытайдың ықпалына кетіп қалды. Біз Қытайдың ықпалына кетіп қалдық. Ресей, біз Қытайдың ықпалында жүріп, Қытай не айтты? Бәрі байлығымызды, мұнай, газ, темір, көмірімізді бәрі арзан ақшаға сатып алады. Қытайға керегі сол. Ол басып алмайды сен, кел. Сол 50 жылдан кейін, 60 жылдан кейін результатты көресіздер. Осы сонда қарасаңыз, көршілер Қытай болды, кіріп кеткенін қалай байқамай қаласыз. Өйткені ықпалындамыз ғой. Батыстан бір бөлек қалдық. Енді біз Ресей, біз Белоруссия, Қытай бір лагеріміз. Анау батыс Украина жақ, бәрі Европа, олар басқа лагер, басқа әлем. Біз басқа әлемді болып қаламыз. Санкцияның астында жатырмыз. Олардың санкциясы ықпалы бізге тиеді. Қытайға керегі сол. Арзан сатып алып, пайдаланып жүреді. Сондықтан бұл жер деп алданмаңдар. Тек қана біздің мақсат режимді құрту, режимді ауыстыру, парламенттік республикаға өту. Парламенттік республикаға өтсек, көп партиялы мемлекет құрамыз. Демек, билікті халық бақылауға алады деген сөз. Қолымызға аламыз билікті. Парламентский республика болса, президенттің болмайды, премьер-министр болады. Бұл сонда бұл жақсы болады. Алданбаңдар, жер сатылмайды. Ол деген саяси технология. Ол бәрін гражданин Назарбаев бәрін солай расчет жасап, істеп осы апарып келіп отыр. Көрдіңді болады осы, бір жыл қалды осы. Осы жылдың аяғына дейін жер мәселесі шешіп тастайды бұлар. Осы сенікі дұрыс екен дейсіңдер. Жер сатылмайды, алданбайды. Жер уақытын сатпайды, ақымақ емес ол. Ол бәрін өзіне бізді парды шығару үшін. Деген Дариға сенат қой. Ой, жер сатылмайды деп қояса, сонда халық аңқау қазақ соған сеніп қалып, бізді алдап, ол өткізіп жібереді. Бұл көріне тұрғанда осында дәл осы болмайды десін. Точно мен айтайын сіздерге, осы болады. Сол үшін алданбайды. Біздің тек бір алға қойылған мақсат
тек бұл режимді түп тамырымен жоймай біз ешқашан бостандық ала алмаймыз, Қытайдың ықпалынан шыға алмаймыз, Ресейдің ықпалынан шыға алмаймыз. Бұл Путиннің де ойлап жүргені осы. Украинаға соғыс ашып бөліп алды, халықты ұрыстырып қойды, өз славяндарын, өз православныйларын. Өзіне билік керек емес, оған батыстың технологиялары, демократия, саяси технологиясы керек, соған жақпайды. Бұл авторитар. Анау Беларусьта то же самое, біздің мынау гражданин Назарбаев то же самое. Болды. Ояныңдар. Қазақ қорықпайды, қазақ ұйықтап жатыр. Қазақ қорықпайды, қазақ қорқып болмаған. Сол үшін ояну керек. Ояныңдар, алданбайық. Бұл бізді алдап жатыр. Біз соған алданбаймыз. Біздің тек қана бір ғана шешім бар, бір ғана жол бар, бұл мына режимді түп тамырымен құрту. Болды. Алданбаңдар. Тағы да қайталап алданбаңдар. Кастрюль челленджін жалғастырыңдар. Кешкісін күнде